Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің әңгімемізді тыңдап, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Есімім Наталья. Мен қазақ жігітіне тұрмысқа шыққан орыс қызымын. Мақсат екеуміздің отау құрғанымызға биыл 10 жыл болады. Өз өмірбаянымды сіздерге қызық болса баяндап берейін. Мақсат екеуміз автобуста танысқанбыз. Ол кезде Мақсат курьер болып жұмыс істейді. Мен әлі 4-ші курс студентімін. Алматыға келе салып мен медициналық университетке түсіп, сонда оқып жүрген едім. Ойымда ештеңе жоқ. 4-ші курс студентімін. Кезекті аялдамаға келіп, өзіме қажетті автобусқа отырған кезде бір жігітке көзім түсті. Денелі, сымбатты, қара торы келген. Әрине, есім кетті, ғашық болдым, бірақ өз сезімімді білдірмей жүрдім. Күнде сол аялдамада, сол автобуста Мақсат екеуміз бір-бірімізді көріп жүрдік. Сырттай Мақсат та мені ұнатып жүрген екен. Бір кезде дәл сол уақытта бірге автобусқа мініп, ақырындап жаныма отырды да, қарындас, сізбен танысуға бола ма деді. Маған қағазға жазылған номерін тастап кетті де, өзі ары қарай жолымен жүре бердім. Үйге келе сала әлгі номерді теріп, әрі-бері ойландым. Үндемедім. Келесі күні сол автобуста Мақсатты көрдім. Мақсат күлімсіреп, жазбадыңыз ғой маған деді. Мен ұялғаннан, мен сізге қалай жазам, менің номерімді өзіңіз жазып алыңызшы дедім, қазақшалап. Мақсат таң қалды. Сіз қазақша сөйлейсіз бе? Қазақ тілін білесіз бе дедім. Мен Қазақстанда тұрып жатырмын ғой, неге сөйлемеске дедім. Солай екеуміз қыз бен жігіт болып 3 жыл жүрдік. Екі жақтың ата-анасы тәтті шаймен келісті. Әрине, басында қарсы болды, бірақ соңында көніп үлкен той жасадым. Қазір шүкір бақыттымын. 2 ұлым, 1 қызым бар. Ал сіздер өзге ұлтқа тұрмысқа шығар ма едіңіздер?